Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай вареная сгущенкадан жасалатын дәмді пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Бірінші кезекте песочное тестімізді жасап аламыз. Сол үшін әдісімізге жұмыртқа мен қантты салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа мен қантты араластырып болғаннан кейін осының үстіне майымызды салып, тағы да араластырамыз. Осыдан кейін ұн мен қопсытқышты араластырып алып, тестімізді еритін боламыз. Бізде осындай песочное тесто шықты. Енді оны 20-30 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Уақыт өткен соң песочное тестімізді екі бөлікке бөлеміз. Біреуі кішкентайлау болса, екіншісі үлкендеу болады. Жаңағы үлкендеу бөлігін алып, ыдысымызға жаятын боламыз. Тестімізді формаға салып алғаннан кейін начинкасына кірісеміз. Начинкасы үшін бізге вареная сгущенка, ақуыз және жаңғақ қажет болады. Олардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін формамызға жаңағы тестіміздің бетіне саламыз. Енді жаңағы тестінің бізде кішкентай бөлігі қалған болатын, оны жайып аламыз. Одан кейін осылай видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөліп, пирогымыздың бетін сәндейміз. Барлығын жасап болғаннан кейін пирогымыздың үстіне сары жағып шығамыз. Одан кейін 180 градусқа 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Осымен бізде пирог дайын, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Барлығыңызды жасап көріңіздер. Алдағы уақытта осындай рецептерді көру үшін тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.